Бүгінгі сіздермен өтетін тақырыбым алгебралық бөлшек және оның мүмкін мәндер жиыны. Біздің мақсатымыз алгебралық бөлшектерді танып білу, сонымен қатар алгебралық бөлшектегі айнымалылардың мүмкін мәндер жиынын табу. Алгебралық өрнек бүтін өрнектер, бөлшек өрнектерден құралады. Бүтін өрнектер дегеніміз, егер алгебралық өрнек бөлшексіз немесе айнымалы бөлшектің алымында ғана болса, онда ол бүтін алгебралық өрнек деп аталады. Оған мысал келтіретін болсақ, мына түрде 3ax-тің квадраты 2-ден ax минусы 2x пен y-тің айырымына көбейтіндісі осы түрде беріледі. Және тағы басқа. Ал бөлшек өрнектер, егер алгебралық өрнектің бөлімінде айнымалы болса, онда ол бөлшек алгебралық өрнек деп аталады. Яғни бөлшектің бөлімінде болу керек айнымалы. А-дан x минус b. Сонымен қатар 2x а мен x-тің айырымына қатынасы қосылған x a плюс x. Мысалы, мына түрде берілсін. Осылардың барлығы бөлшек өрнектер деп аталады. Сонымен алгебралық өрнектер дегеніміз бүтін өрнектерден және бөлшек өрнектерден құралады. Жазылуында бір немесе бірнеше әріптер, сандар, амал таңбалар және жақшалар болатын өрнектер алгебралық өрнектер деп аталады. Алгебралық өрнектің құрамындағы әріпті санмен алмастыруға болады. Берілген өрнектің мағынасы болатын әріптің мәндерін мүмкін мәндер деп атайды. Мүмкін мәндерге мысал беретін болсақ, алгебралық бөлшектің x-тен минус 1 болғандағы мәнін табыңыз. Бірінші мысалда, мысалы үшін 2x қосу 5-тің x қосылған 2-ге қатынасы. Мысалы, осы өрнектің x-тен минус 1 болғандағы мәнін табамыз. Ол үшін x-тің орнына минус 1-ді мәнін қойып есептейміз. 2-ні минус 1-ге көбейтіп, оған 5-ті қосамын. Бөліміндегі x-тің орнына минус 1 қойып, минус 1-ге 2-ні қосамын. Шығатын нәтиже минус 2-ге 5-ті қосамын және минус 1-ді 1-ге көбейтемін. Сол уақытта 3-ті минус 1-ге бөлсем, менде минус 3 мәні пайда болады. Ал екінші алгебралық өрнекті бөлшектің x-тен 4 болғандағы мәнін табуымыз керек. Оған мысал 3x минус 1-дің x плюс 4-ке қатынасы. Енді x-тің орнына 4-ті қойып есептеймін. 3-ті 4-ке көбейтіп біреу азайтамын. 4-ке 4-ті қосамын. Сонда нәтиже береді. 11 алымында бөлімінде 8 шығады бізде 1,8-ден 3. Демек, мәні бар. Мынадай анықтама. Айнымалының мүмкін мәндер жиыны деп, өрнектің мағынасы бар болатындай, оның құрамындағы айнымалының барлық мәндерін айтамыз. Мына бейнеге мән берейік. Құрамында әріптері бар санды өрнектерді алгебралық бөлшектер деп атайды. Сонымен қатар, әріпті өрнектер немесе құрамында айнымалысы бар өрнектер деп те атайды. Әріптерді кез келген сандармен алмастыруға болғандықтан, әріптерді айнымалылар деп атайды. Алгебралық өрнек деген термин берілген өрнекпен жұмыс жасау үшін алгебра ережелерін қолдану керек дегенді білдіреді. x тең минус 2 болғанда бір бөлінген x қосу 2 өрнегінің мағынасы жоқ. Ал x айнымалысының минус 2-ден басқа өзге мәндерінде бір бөлінген x қосу 2 өрнегінің мағынасы бар болады. Бұл жағдайда берілген алгебралық өрнектің минус 2-ден басқа мәндерінде мағынасы бар болады деп айтады. Өрнектің мағынасы бар болатындай, оның құрамындағы айнымалылардың барлық мәндер жиынын осы өрнектің мүмкін мәндер жиыны деп атайды. Мысалы,
2х квадрат қосу 5х азайтылған бір алгебралық өрнегі берілсін. Мүмкін мәндері жиыны барлық нақты сандар жиыны болады. Ал 1 бөлінген х қосу 3 бөлінген азайтылған 2 өрнегінің мүмкін мәндері жиыны табайық. Мүмкін мәндері жиыны х тең 0 және х тең 2 мәндерінен басқа барлық нақты сандар жиыны болады. Берілген осы бөлшектің алгебралық бөлшегінің құрамындағы айнымалы мүмкін мәндер жиынын көрсетіңіз. Енді мүмкін мәндер жиынын көрсетеміз. Яғни бөлшектің бөлімі не болу керек? Бөлшектің бөлімі 0-ге тең болмау керек. Х азайтылған 2 айырымын 0-ге тең емес деп қарастырамыз. Сол кезде х тең болмау керек 2-ге. Олай болса, жауабы бізде х тең болмау керек 2-ге, яғни х тиісті минус шексіздіктен 2-ге дейін, 1-ге де 2-ден плюс шексіздікке дейін. Бұл не деген сөз? Яғни х 2-ден басқа барлық мәндерді қабылдайды деген сөз. Енді екінші мысалға мән берейік. Екінші мысал бізде мына айнымалының қандай мәнде бөлшектің мағынасы болмайтынын көрсетіңіз дейді. Яғни мағынасы болмау керек. Яғни а қосылған 7 тең болмау керек 0-ге. Олай болса, а тең емес минус 7-ге және а азайтылған 1 тең болмау керек 0-ге. Олай болса, а тең емес 1-ге. Яғни жауабы бізде бөлшектің а тең минус 7-ге және а тең 1 болғанда өрнектің мағынасы болмайды. Ал енді сіздерге мынадай тапсырма. Мына түрдегі 4 тапсырма беріліп тұр. Барлығымыз көріп тұрмыз. Бірінші тапсырманы мен орындап көрсетем. Қалған 3 тапсырманы өзіміз жазып аламыз да, мен көрсеткен мысалға қарап, осылай қылып орындаймыз. Бірінші, мына бөлшек берілген айнымалының қандай мәндерінде бөлшектің мағынасы болмайды дейді. Олай болатын болса, бірінші есепті қарайық. Яғни х минус 3 тең емес 0-ге және х плюс 3 тең емес 0-ге деп қарастырамыз. Неге? Себебі бөлшектің бөлімі 0-ге тең болған жағдайда берілген сан 0-ге бөлінбейді. Яғни, сондықтан да бөлшектің бөлімі 0-ге тең болмау қажет. Х тең емес 3-ге, х тең емес минус 3-ге. Сонда жауабы х тең болады 3-ге және х тең минус 3 болғанда бөлшектің мағынасы болмайды. Енді екінші, аның қандай мәндерінде бөлшек 0-ге тең? Енді бізде аның қандай мәнде бөлшек 0-ге тең болу үшін алымы 0-ге тең болса жеткілікті. Себебі 0-ді санға бөлгенде бізде 0 шығады. Олай болса, бірінші есепте а минус 3 тең 0-ге, а тең болады 3-ге деп қарастырам. Екінші есепте а плюс 3 тең 0-ге, а тең минус 3-ге. Одан кейін келесі үшінші есепте 3а азайтылған 2 тең 0-ге, демек 3а тең 2-ге, а тең болады 2-ні 3-ге бөлем, яғни 3-тен 2-ге. Енді балалар, қорытынды. Қандай өрнекті бөлшек өрнек деп атайды? Екінші, айнымалының мүмкін мәндері деп нені айтады? Осы сұрақтарға жауап береміз. Сонымен үйге номері 6-да 3, номері 6-да 4-ші есептер. Оқулық алгебра 7-ші сынып, Алматы Атамұра 2007 жыл. Авторы Шыныбек. Сау болыңыздар.